Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таңғы уақыты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат саласы бағдарламасы. Қымбатты көрермен, дәл осы тұста қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен танысып өтейік. Ақтөбе облыстық арнайы мектеп-интернат колледж кешені директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Эльвира Әбдірашқызы. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Енді әлқисамызды әңгімеміздің барысын осы облыстық арнайы мектеп-интернат колледжінің жайында бастасақ, оқыту жүйесі жайында. Ақтөбе облыстық арнайы мектеп-интернат колледжі 50 жылдан астам тарихы бар білім ордасы. Яғни біз Ақтөбе облысының білім басқармасына бағынысты мекемеміз. Биылғы оқу жылында біздің мектебімізде 133 оқушы ерекше білім алу қажеттілігі бар оқушылар білім алып тәрбиеленеді. Яғни мектебімізде мектеп жанындағы балабақша тобы бар, негізгі орта білім және бастауыш орта білім беріледі. Бізде есту қабілеті және көру қабілеті бұзылған оқушылар білім алып тәрбиеленеді. Білім алушыларға оқу барысында қандай жағдай жасалған? Интернат деп сөз қылдық қой. Оқу сапасын жақсарту үшін әрине тамақтанумен қатар жатын орында беріледі. Бізде Ақтөбе облысының шалғай аудандарында шалғай аудандарында тұратын ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылар қабылданып, таңертеңгі уақытта оқу үрдісімен басталса, түстен кейінгі уақытта ол балаларға жете дамыту жұмыстары, сонымен қатар қосымша білім беру бағытында спорт үйірмелері, шығармашылық бағыттағы үйірмелер жүргізіледі. Яғни оқушылар жатып оқумен қатар 5 мезгіл тамақ, жылына киіммен қамтамасыз етіледі. Мемлекеттік қаражат есебінен. Мемлекеттік қаражат есебінен оқумен, тамақпен жалпы баланың болашағына жалпы көмектесіп жатсыздар. Енді білім беру жүйесіне оралайық. Қандай әдістермен қарапайым мектептердің бірдей жүргізіле ме? Арнайы білім беру ордасында арнайы оқу бағдарламасымен оқу үрдісі беріледі. Сонымен қатар арнайы оқулықтармен жалпы білім беретін оқулықтар қолданылады. Оқушылардың ерекшелігіне сәйкес, мысалы ерекше білім беру қажеттілігі балалар, есту қабілеті бұзылған балалар, есту аппараттары арқылы білім алады. Ал көру қабілеті бұзылған, мүлдем көрмейтін зағип жандарға Braille әрпі қолданылады және арнайы техникалық құралдар қолданылып, оқушылардың толыққанды білім алуына мүмкіндіктер жасалған. Енді өзіңіз айтып жатсыз, ерекше білім беру қабілеті бар балдар, енді мүмкіндік жайында әңгіме қозғасақ, олардың мүмкіндігі де шексіз шығар. Басқа жаңа өзіңіз айтып жатқандай оқу саласы болсын, немесе үйірмелер жағына қарастырылған ба? Әрине, оқушылардың ерекшелігіне қарай, мысалы, әр өзінің қажеттілігіне қарай, өздерінің құштарлығына қарай, қабілетіне қарай спорт шеберлері бар мектеп түлектерінің арасында. Шығармашылық саладағы би өнері, ым-ишара тіліндегі ән шырқау, сол салада көптеген жетістіктеріміз бар. Сонымен қатар оқушылар қазіргі бүгінгі таңда Қостанай облысының білім басқармасының ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан қашықтықтан пәндік олимпиадаларға қатысып, бүгінгі таңда мектебімізде қашықтықтан онлайн олимпиада ұйымдастырылып жатыр. Сол олимпиада қатысып жатырмыз, бүгінгі жаңалықтарымыз. Сонымен бірге жобалау, зерттеу жұмыстары да бүгінгі күні алдыңғы қатарға қойылып жатыр. Енді шәкірттеріңіздің жетістіктер жайында да бір ауыз баяндата кетсеңіз. Осы қыркүйек айында Астана қаласында Жұлдызай ұлттық ойындар спартакиадасы өткізілді. Сол ұлттық ойындар спартакиадасында мектеп оқушылары жеңіл атлетика, асық ату, бес тас, спорттық салаларында жүлделі орындармен оралды. Енді осы бір жүйені түсініп алайықшы, мектеп, интернат, колледж дедік. Бұл жүйе қалай жұмыс жасайды, және де мектеп оқып 11-ші класс аяқтағаннан кейін бала сіздерге колледжге, яғни арнаулы орта білімге түсуге мүмкіндігі бар ма? Яғни біздің мектепке 3 жастан бастап естуінде және көруінде бұзылыстар балалар қабылданады. Мектепке облыстық және қалалық ПМПК қорытындысы негізінде қабылданады. Яғни содан кейін ата-ананың жеке арызы бойынша, яғни ПМПК қорытындысын ғана қабылдай аламыз. Одан кейін ол балабақша тобына қабылданған оқушы
6 жасқа толған кезде мектепке бастауыш білім алады. Бастауыш білімнен кейін негізгі орта білім. Негізгі орта білім бізде ұзартылған, яғни 5-10 класс аралығында негізгі орта білім алып, одан кейінгі өзінің қалауы бойынша, баланың өзінің қалауы бойынша колледж топтарында білімін ары қарата жалғастырады. Білім ордасында 2014 жылы колледж топтары ашылды. Ол жұмысшы 2 мамандығын береді. Шаштараз, әмбебап және тігінші мамандықтары бойынша оқушылар ары қарата кәсіби мамандықтарын ала алады. Сонымен қатар, егер де ары қарата басқа салада өздерінің білімдерін жалғастыратын болатын болса, онда медициналық колледждерге, стоматология, массаж бөлімдеріне бара алады. Сонымен қатар дизайн бойынша мамандықтарын әрі қарата жалғастырады. Тәлім алуын қамтамасыз етесіздер дегенмен де диплом қолға тигеннен кейін жастарыңызды бақылап тұрасыздар ма? Жалпы түлектердің қай жұмысқа орналасқандығы туралы ақпараттар сіздерде қарастырыла ма? Әрине, жыл сайын мектеп түлектері және колледж түлектерінің жұмысқа орналасуын толық жетелеу жұмысы алдыға қойылған арнайы жоспар негізінде. Енді сіздердің мектептеріңізде, жалпы колледждеріңізде қазір заман енді қарыштап өсіп жатыр, дамып жатыр. Соған сай енді технологиялар, жабдықтар, құрал жабдықтар арнайы әкелініп жатыр ма деген сұрақ? Әрине, жыл сайын мемлекеттік қаражат есебінен жаңағы жоспарлау жобасы беріледі. Сол, мысалы, 2025 жылға қажетті заттар жаңағы беріліп, сол бойынша жұмыс жүргізіледі. Техникалық құралдар, оның ішінде жаңағы үлкейтілгіш құралдар, көру қабілеті бұзылған балаларға арналған, техникалық, компьютерлік бағдарламалар, экрандар, LED экрандар. Сонымен қатар биылғы оқу жылы білім басқармасының қолдауымен оқушылар жаңағы Қазақстан халқының қолдау қоры атынан мектеп кабинеттері жабдықталды. Ол интеллектум, сурет кабинеті, музыка кабинеті, яғни оқушылардың толыққанды білім алуына сәйкес осындай соңғы заманауи техникалық құралдар арқылы осындай